артығы. Балалар бірден алады, бірінші былай ойлайды. Әртүрлі сан қояды, мысалы 5 пен 5, одан 3-ті азайтқанда 7, немесе 4 пен 4-ті қосып 8, 1-ді азайтқанда 7 деп. Біз олай балаға үйретпеуіміз керек. Балаға бірінші дайын нәрсені бірінші тауып алып үйретуіміз керек. Есептің басында бұл тұр екен деп, бірден бұл жақтан шығармауымыз керек. Бұл жерде дайын жауап мынау тұр. Міне 7 мен 3-ті азайтқан кезде 4, оған 1-ті қосқанда 5 болады. Демек бұл жерде дайын жауап бұл жерде киіз үйіміз біздің 5-ке тең. Ал енді 5-ті мына киіз үйге қоямыз. Сол кезде киіз үйді 5 болсақ, демек біздің құрттың орнында міндетті түрде 4 деген сан тұрады. Ал енді біз бұл жерде құртты таптық. Енді құрттың орнына қоямыз 4-ті. Сол кезде қандай саннан 4-ті азайтқанда 1 болады? Бұл жерде 5 қойылады. Міне сол арқылы біз торсықтың орнындағы 5-терді тауып, бауырсақтың орнындағы санды таба алатын боламыз. Сонда бауырсақтың орнында 3 деген сан бар екен. Осындай оңай жолдары бар. Біз соны балаларға түсіндіре білуіміз керек, және қалай бастау керектігін барлығын үйретуіміз керек. Мынау бізде мен алтын сақа деген қазір бізде не келе жатыр. Алда 3-ші ақпанда болады. Мына алтын сақаның ішінде есептер сіздерге көмегім болсын деп осы жерде түсіндіріп жіберейін. Бұл жерде сұрақ тұр бізден мына боялған бөліктерінің ауданын тап деп тұр. Алдымен біз боялған бөліктердің толық шашылады санап шығуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бізде толық шашы 9 екен. Ал енді жартылай шашыларды табамыз. Жартылай шашыларды. Бұл жерде жартылай шашыларды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал енді біз оны толықтыру үшін біз не істейміз? Оны 8-ді 2-ге бөліп аламыз. Бұндай бізде 2 дегеннен 3 ғой санда. Олай болса біз 8-ді 2-ге бөліп аламыз. Қазір мына жерде есеп шығады. Енді сіздерге бұлай түсіндіре салам. Мысалы мына жерде 9 бүтін шашы шықты, және 8 жартылай шашы. 8-ден жартылай шашы. Бізде толық шашы бар. Ал толық шашымыз сізде. Сіздерге мынаны шығарып. Мұнда мына жерде жазылмай қалды. Мына жерде бір шашының өзі 1 сантиметр квадрат дегенде есептеп. Олай болса 1 сантиметр квадрат құрылысына көбейтеміз. Ол кезде 9 сантиметр квадрат болады. Ал мына жерде жартылай 2